сол кездегі екі президенттің көңілдеріне сала салды, көкейлеріне. Ол екеуі де Нұр, Мұбарак деп әйтеуір екеуінің аттары Құранның атына ұқсас болғаннан кейін сипатына Нұр және Мұбарак. Сол университет, сол оның орнына дейін таңдаған Алла. Ешкім қатысқан жоқ ол жерде. Жаңағы адамдарды пайдаланып, керемет төрге көтеріп қойды ғой Алла. Керемет төрге көтеріп қойды. Ар жағында Казгу деген нәрсе төменде қалып қалды. Өзіңіз ойлаңыз, дүрілдеп тұрған. Казгуге рух берсін деп. Мен кез келген дүнияуи пән өзінің лайықты мақсатында жұмыс істемейді, оған Құран деген рух кірмейінше. Сондықтан қазір сондай біреулер айтады, бұл алаштықтар, бұлардың Алламен ешқандай байланысы болмаған дінмен, бұлар тек қана ұлт деген нәрсені. Сөйтіп бізді басқа бір ойларға әкетпекші. Ахмет Байтұрсынов атамыз жаңағы кеңес дәуіріндегі кеңестік билікті пайғамбарымыздың заманындағы ләт пен манат мүсіндеріне теңеген. Сонда Ахмет Байтұрсынов ағамыз айтады, ұмытпа Құдайды да, Құранды да. Кіммен байланысты болған адам екен? Ұмытпа Құдайды да, Құранды да, бас ұрма ләт, манат ағашына.